шоколадым. Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз өткен апта қонағымыз бар сериясын бастаған болатынбыз. Бүгін қонағымыз барда Димаш Продакшнның продюсері Димаш және жас әнші Шах Атажанов. Біз бұл серияны не үшін бастадық? Осы жас таланттарды елге таныту, осылардың жолын ашу мақсатымыз. Егер де біз YouTube'да осылардың шығармашылықтарын қойып, халықпен таныстыратын болсақ, кім біледі, мүмкін олар біздің көмегімізбен жұлдыз болып кетер. Бүгін біз қонақтарымызға кейбір сұрақтарды дайындадық. Ал ендеше бастайық. Димаш, Шах, студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік, қош көрдік. Сіздерге сұрағымыз, Шах, саған, сенмен бастасақ, карьераң қалай басталды? Соны айтып берсең бізге. Алдымен қайырлы кеш баршаңызға. Карьера туралы айтсақ, мен екінші сыныптан бастадым бұл өнер жолына. Бұл өнер жолына түсуіме себепші болған Алтынай деген ұстазым бар еді. Мектеп кезіндегі ұстазым. Бірінші болып мен өлең айтып емес, билеп келген өнер жолына. Өзбек халқында ұлттық би болатын еді, Андижан полкасы деген. Сол биге билеп, содан келіп билеп жүріп, кейін саған әнде айтып көрейікші деп көрдік, әнде айтып көрдік. Сөйтіп жаймен екінші сыныптан бастап сол неден келдік қой, ұстазымыздың арқасында. Өзбекті билетпесең, қазақты сөйлетпесең бәле қаласың деген. Шығармашылық жолында танылып келе жатсың. Көпшілік сенің фанаттарың қызығу керек осы сұраққа. Сен отбасың туралы айтып берші бізге. Семьяда 6 адамбыз. Папам, мамам, бір інім бар, 2 қарындасым бар. Сосын сұрайтын, сол отбасымыз туралы, немесе ұлтымыз туралы сұрайды. Ұлтымыз өзбек ұлты. Көбісі бірақ қазаққа ұқсатады. Неге дегенде қазақша акцентсіз сөйлесін. Содан кейін көбінесе қазақ ұлтына ұқсатады. Негізі әжем қазақ. Қазақтың да қаны бар. Иә, қазақтың да қаны бар. Сені осы шығармашылық жолында көпшілік Арарат группасынан таныды. Сол Арарат группасынан сен не үшін шығып кеттің? Арарат тобында Әбілқайыр деген ұстазымыз бар. Менің фундаментімді Алтынай ұстазым салған болса, Әбілқайыр ұстазымыз көпке көтерді бізді. Мені Шах деген атауға да сол алып шықты, сол ағамыз. Араратта шығып кеткенде бұл жерде 2 жылдық контракт болды. 2 жылдық контрактымызды бітіріп, ұстазымыздан батамызды алып, енді өзіміз шығармашылыққа қадам басуымыз керек болды. Сонымен шықтық. Батасын алып ұстазымыздың. Менің көзіме түскен қыз, ой қиялда жүргенсіз. Менің көзіме түскен қыз, ойымдасыз күндесіз. Ойламасаң ойлама, сезімімді алдама. Шах, Димаш, сіздердің осы өнер жолында бірге жұмыс істесіп жүргендеріңізге біраз уақыт болды. Екеуіңіздің жолдарыңыз қалай қиылысты, соны айтып берсеңіз. Қайырлы кеш баршаңызға. Шахпен біздің танысқанымызға 1 жыл көлемінде болды. Түркістанда жас әнші бар, Фархат Тажиметов деген. Сол жігіттің клипіні түсіріп, сол премьера кезінде Шахпен танысқанбыз. Содан кейін осы уақытқа дейін жұмыс жасап келе жатырмыз қазір. Негізі Шахтың папасы маған нағашы болып келеді. Сол нағашым бұны жігіт саған тапсырсын деп, сонымен қазіргі таңда осымен жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді Шахқа сұрағымыз, Шах, сен осы күнге дейін тойларда қызмет көрсеттің және жеке концерттеріңді де бердің. Осы концерт және тойларда қайсысында өзің халықтың энергиясын көбірек сезінесің? Бұл жерде концерт пен той екеуі бөлек нәрсе. Тойда қызмет жасауға барамыз. Тойда қызмет жасағанда сенің әніңе халық жақсы билеп жатса, ол кезде басқаша энергия аласың.
өзіңде де әніңді сол энергиямен жеткізіп бересің халыққа. Концертте өзіңнің жанкүйерлеріңмен, фанаттарыңмен көрсесің, ол жерде халыққа шығармашылық есеп тапсырамыз ол жерде. Бір жыл бойы мысалы шығармашылықта не жаңалықтар болды, қанша ән жаздың, сол нәрселерді халыққа жеткізіп береміз. Ол жерде мысалы тойда сен өлең айтасың, халықтың бәрі саған қарамайды ол жерде. Бәрі билеп жатады. Концертте сен өлең айтқан кезінде кірген халықтың бәрі бір сен үшін келеді. Тойда той үшін келеді. Концертте халықтың энергиясы басқаша келеді. Неге дегенде барлығы саған қарап қошеметтеп тұрса, ол басқаша келеді. Люблю сені красотка, киіп алып ақ кроссовка, менсің дейсің жота мені, сенен басқа жоқ. Ал енді Дәке, сізге сұрағымыз, жақында сіздердің социальный медиада стористерді көріп жүрдік, жаңа клип түсіріпсіздер. Сол клип туралы айтып берсеңіз бізге. Ол клипіміз «Шоколадым» деген әнге түсірілді. Бір природада түсіреміз деп өзіміз ойластырып шығардық. Адамдарға интерес болсын деп, адамдар қызықсын. Шах Иханда туылған, өзі ескі Иханда. Сол ескі Иханды бұл туылып өскен жерді көрсету үшін ескі Ихан ауылынан түсіруіміздің себебі бізде де осындай жерлер бар. Қазақстанның байтақ жерінде негізінде көптеген жерлер бар. Көп адам байқамайтын, көрмейтін жерлері бар. Енді ол жерде қызық болған жағдайлары бірінші күні бар көрдік. Бәрі жақсы, нормальный болды. Сонымен бір-екі жерлеріне немен трактормен турлайтын жерлер болды. Біз бірінші барып съемочный площадканы көрдік, екі жерден турлаймыз деп трактор жалдап. Енді ауылдан сол съемочный площадкаға дейін где-то 5 километр. Трактор Элка дейді ғой бізде. Элка заказы беріп, сонымен Элкамен барып, жаңа жерлерін тегістеп, бәрін жақсылап не алып, сонымен ертесіне барып съемканы жасадық. Бірінші күндік съемкасын орамал ұшып келетін жер болатын еді негізінде. Ол жердің өзінде 20 кадр ма сондай түсірдік. Енді жел болып тұрған жоқ, енді анаған лескі байладық, үйттік, ар жаққа ұшып кетеді, бер жаққа ұшып кетеді. Әйтеуір ол шығарды бірінші күн. Сонымен қызық жері, енді арада қазір карантин болып, Шымкент Түркістан арасы жабық болып дағы, сонымен ортада съемкамыз кішкентай тоқтап қалдық дағы. Бір 10 күннен кейін қайтадан жаңағы съемочный площадкаға барып, сөйтіп барсақ, жаңа жерін полностью басып кетті. Сонымен не істейміз дедік? Мен айттым, бұған қайықта түсіреміз дедік. Енді ана жерде где-то 10 адам бармыз, не істеуіміз білмедіміз де, біздің ойлап келген нәрсеміз басқа нәрсе болып тұр. Ал ана жерге барған кезде вообще басқа природа болып кеткен. Мен айттым, бұны дедім бір озерақ түсіреміз, бір әдемі деп. Сонымен қолдан келгенше барынша түсірдік енді әйтеуір. Құдай қаласа енді где-то 10 күн 20 күнде дайын болып шығарамыз. Құдай қаласа қазір трейлерін дайындап қойдық, Инстаграмда айланып жатыр. Тіпе нормальный бәрі жақсы. Осы «Шоколадым» әні туралы сұрайын дегенім сіздің айтқан кезіңіз. Осы әнді сіздерді ұрлап алған деп жазып жатыр социальный медиада, комментарияларда. Не айтасыз осы туралы? Негізінде бұл ән Өзбекстанда Айбек Халметов деген әнші бар. Ол юморист и әнде айтады. Олмен біз 2006 жылы танысқанбыз, бізге Түркістанға тойға келіп, сонымен жақсы қарым-қатынаста болып кеттік дағы. Сонымен оған анашымның баласы ән айтып жатыр десем, Дәке сізге бір ән сыйлайын деді. Сонымен осы «Шоколадым» негізінде өзі өзбекше ән, біз оны қазақша вариантын шығардық. Ешқандай ол ән ұрланған емес, ол рұқсаты алынып, біздікі авторский ән болған. Оған адамдар күмәнмен қарамасын, ол біздікі ән. Ешқандай ұрланған жері жоқ ол. Дұрыс. Қандай сұрақтарыңыз бар? Шах, саған сұрағымыз, әндеріңнің сөздерін кім жазады? 90% әніміздің сөздерін өзім жазам. «Шоколадымның да «Красотка» деген әніміз болды. Оның да сөзін өзім жазам. Негізі біз қазақша, өзбекше әндер шығарамыз. Екеуінде тепе-теңдей ұстап кетіп барады. Көбінесе әндердің сөзін өзім жазам. Өзбекше де, қазақша. Сені көпшілік айтады, Әбдіжаппар Әлқожаға ұқсайсың, сен еліктейсің дейді. Сен сол туралы не айтасың? Өзің жеке пікіріңді айтып кетсең. Мен еліктемеймін ол кісіге. Ағамыз ғой. Бірақ енді Алла түрімізді
бірдей қылып жаратқан екен. Бір қызығы бұл жерде ол да сахнада билеп тұрып ән айтады, мен де сахнада билеп тұрып ән айтамын. Болашақ жарым деп таңдашы жаным. Көбісі сұрайды, я Инстаграмда да, басқада да. Сурет шығарсам да, мысалы, астына комментарий жазады. Әбдіжаппар Әлқожа ұқсайды екен. Біреу жазады, ойбай, еліктеп жатыр ғой мынау. Андай деп. Жоқ, бұл жерде еліктеу емес, Алланың құдіреті деп ойлаймын. Сен еліктемеймін дейсің, бірақ шаш стилің Әбдіжаппардікіне ұқсап кетеді. Шаш стилімізге келетін болсақ, бұл Әбдіжаппар ағамыздың стиліне, шашына ұқсайды емес, соныкі деп айтсақ болады. Бір күні осы шаш таразға бардық. Негізі менің шашым сызық жоқ еді. Андай алып көрдік, мынандай алып көрдік. Жараспады, өзіме ұнамады. Сосын бір күн сол шаш таразда ағамыз сен деді, көрсетеді Әбдіжаппар Әлқожа, саған ұқсайды ғой деді, түріңде келеді деді, я. Сен сол прическаны қолданып көрші, қалай болады екен. Сөйтіп, мақұл соны көрейікші деп, содан кейін соны сызып көрдік. И өзіме ұнағаннан кейін уже содан кейін прическаны сөйтіп көрдік. Басың формасында бір деймін. Көп адам сол прическаға да қарап содан кейін айтады, еліктейсің деп. Жоқ, негізі еліктемейміз. Ал енді Дәке, сізге сұрақ, алдағы жоспарларыңыз карантин кезінде, карантиннан кейін қандай жоспарларыңыз бар, шығармашылық? Негізінде алға қойған мақсатымыз көп. Құдай қаласа карантиннен аман есен өтіп алсақ, халқымыз, еліміз аман болсын, ешкім ауырмасын дейміз. Шақпен екі жолмен кетіп бара жатырмыз қазір. Қазақша и өзбекше. Біз аслында сөйлескен кезімізде екеуін тең алып барамыз дегенбіз. Біреу қалып кетіп, біреу алдашып кету деген нәрсе жоқ. Құдай қаласа, шоколадың клипіні шығарып, аман есен шығарып алсақ, кейінгі кезекте тұрған әніміз ойна деп өзбекше ән. Оның сценарийлары жазылып, бәрі дайын тұр. Сценарийларын кім жазып жатыр? Сценарийларды сол өзім жазам бәрі. Енді осы саламен жұмыс жасап келе жатқаныма 15 жыл болыпты. Бұға дейін түсірген клиптарым бар, 20 шақты клип түсірген. Киноларым бар. Сценарий бәрі өзім қолымда, өзім жазам. Демек, сізді бөлек шақырсақ та айтатыныңыз көп. Жетеді. Осы уақытқа дейін сенің тек қана өнердегі шығармашылықтарың туралы сөйлестік. Енді осы өнерден басқа бос уақыттарың болды. Қазір мынау карантиннен бұрын, карантиннан кейін, мысалы, бос уақыттарында немен айналысасың, сол туралы айтып берші бізге. Мен әлі студентпін. Негізі карантин болмастан алдым, сол 4-ші курста оқимын. Силковый университетінде, 4-ші курста музыкальный факультетінде. Ол жерде карантиннен алдым, негізі бос уақыт болмайтын еді. Оқуға барамыз, оқудан кейін студияға барамыз. Кешке қолымыз босап қалса, өлеңге сөз жазамын. Қазір енді Түркістандамыз, ауылымызда. Үйдеміз қазір, үйде сол ауылдың баласы болғаннан кейін. Жер жырты. Үйдегілермен танысып шықтық, жақсы адамдар екен. Ауылдың баласы болғаннан кейін қазір үйде жерде жырта береміз, үйдегі жұмыстар. Жерде жырта береміз, өнерде жырта береміз. Қазір барлық жерде әңгіме карантин туралы кетіп жатыр. Сенің ойынша, сенің өзіңе осы карантиннің әсері жақсы жағы, жаман жағы, сол туралы не дейсің? Бәріміз пендеміз ғой, Алланың бұйырған күнін көреміз. Карантиннің жақсы жері де, жаман жері де болып тұрған жері. Жаман жері сол алдыға қойған жоспарларымызды, концерттеріміз бар еді, клиптеріміз бар еді тағы да. Соларды қазір орындай алмай жатырмық. Жақсы жағы сол үйдегілермен танысып шықтық. Клип дегенде негізінде Ташкенттен актерлар келу керек болған бізге. Сол үшін қазір тоқтап тұрған несі де осы карантин кезінде енді границалардың бәрі жабық. Сол үшін қазір біздің ояқтан актрисаларымызды, актерларымызды келуі шамалы қиындау болып тұр. Сол үшін қазір бізде пауза болып тұрған нәрсе бар. Ал енді Шах осы жерге студиямызға қонақ болып келгеннен кейін осы шоколадым әнін сенен жанды тыңдасақ. Не дейсің? Мақұл. Көрдім бір сұлуды, жүзі жылуды, күлді маған қарап, қалды жүрек қалап. Шын айтамын ұнадым, сағынын арнадым, сенсің
маған, үйленем тек саған. Шоколадым, мармеладым, шоколадым, тәтті балым. Сүйіп қалдым сені, жоқ деме келіндім. Болашақ жарым деп таңдашы жан мені. Болашақ жарым деп таңдашы жан мені. Әндеріңіз үшін үлкен рахмет, шығармашылық жолында үлкен сәттілік сіздерге. Гитарадағы інімізді таныстырып өтіп кетсеңізге. Бұл Абитжан деген досым менің. Танысқанымызға көп те болған жоқ, 2 жылдай болды. Осы досымызбен бір-екі әнді де осы гитараның арқасында, қазір де карантин уақытында шығармашылықты дамытып отырмыз. Қазір екеуміз 2 өлең жазып қойдық осының арқасында. Құдай қаласа карантин біткеннен кейін Құдай қаласа жарыққа шығады. Құрметті достар, бүгін студиямыздың қонағы болған Димаш және Шах Атажанов. Құрметті достар, егер видео сіздерге ұнаған болса, каналымызға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар, үйде болыңыздар, сыртқа шықпаңыздар.